Көшпелі өркениеттің үздік дәстүрлеріне сәйкес 2017 жылдың соңында ауқымды жоба басталған. Қазақстан Республикасы Мәдениет және спорт министрлігінің бастамасымен ұлттық музей алтын адамның әлем музейлеріне шеруі атты халықаралық жобаның стартын берді. Осылайша 2,5 мың жыл бойы жер астында жатқан жәдігерлердің тарихын алты мемлекеттің тұрғындары біліп, ұлы даланы әлемдік тарихтың ағынында тамашалауға мүмкіндік алды. Осы жобаның арқасында Беларусь, Ресей, Әзербайжан, Польша, Қытай және Оңтүстік Корея азаматтары тарихымызға терең үңіліп ақпарат алды десек болады. Қазақстан Республикасының ұлттық музейі алтын адамның әлем музейлеріне шеруі атты халықаралық жобаны қорытындылау мақсатында форум ұйымдастырды. Бұл шараға еліміздің символына айналған алтын адамды экспозицияларында көпшіліктің назарына ұсынған мұражайлардың өкілдері қатысты. Халықаралық жобаның шеруі Беларусь елінен басталды. 2017 жылдың 1 және 28 желтоқсан аралығында Минск қаласының ұлттық көркем музейінің көрме залдарында ұлы дала көшпенділерінің өнері атты көрме ұйымдастырылды. Сақ жауынгерінің қайта қалпына келтірілген мүсінінен басқа көрменің экспозициясында Берел қорғанынан табылған ежелгі көшпенділердің бұйымдары қойылған. Жалпы санағанда келушілердің назарына ұлттық музей 232 экспонат ұсынылған екен. Қонаққа келіп отырған көрме жайлы айтатын болсақ, Қазақстаннан келген әріптестеріміз витриналар мен сигнализацияларын алып келді. Жұмыстарына қарап отырсақ, барлығы нақты әрі тиянақты жасалғанын байқауға болады. Соған қатты риза болдық. 3 айдан кейін алтын адам өзінің шеруін жалғастырды. Халықаралық жобаның маршрутындағы екінші нүкте көрші мемлекеттің астанасы Мәскеу болды. Бүкіл ресейлік сәндік қолданбалы және халықтық өнер музейіне 235 музей бұйымдары әкелініп, алдағы жарты жылға келушілердің назарларын жаулап алды. Көрме үлкен қызығушылық тудыртып, ересек және жастар аудиториясына, әсіресе студенттерге арнайы дәрістер сабақтарының сериясы өткізілген болатын. Ғылым мен мәдениет үшін айрықша маңызы жайлы айтатын болсақ, көрме тарихта қалатындай оқиға болды. Себебі Тутанхамон көрмесі өткен 1973 жылдан бері Мәскеу жұрты бұндайды көрмеген еді. Алтын адам көмілген мазарда 4000-ға жуық алтын бұйымдар табылған. Сол себептен алтын адамды мысырлық фараонмен салыстыру дәстүрге айналып кеткен. Мазардан табылған жәдігерлер Мәскеу қаласының тұрғындары мен қонақтарының назарларына ұсынылды. Әкелінген 200-ге жуық экспонаттың 90-ы түп нұсқалар болып табылады. Техника поражает. Техникаға тамсанып тұрмын. Ұрпақтардың сабақтастығы біздің дәуірімізге дейінгі 19 ғасырдан бері сақталған бұйымдар. Символика мен семантика керемет оюлар, заттардың мағынасы бұның барлығы мен үшін тың дүниелер. Ғылымға қатысы жоқ көрермендер үшін Еуразияның жаһандық тарихы өте қызықты болады деген ойдамын. Бұл көрме өте керемет. Менің ойымша, осындай этникалық өнер заманауи зергер шеберлерін шабыттандыратын таңғажайып дүние екеніне сенімдімін. Мәскеуде өткен алтын адамның шеруі нәтижесінде туындаған нағыз фурорды байқамаған адам жоқ шығар. Сақ жауынгерін Каспий теңізінің арғы бетіндегі күнгей Баку тұрғындары да асыға күтті. Көрменің ашылуы мамыр айында Әзербайжан тарихының ұлттық музейінде өтті. Көрме керемет өтті. Қысқа мерзім ішінде 10.000-ға жуық адам тамашалады. Көрме тек ғылыми ортада ғана емес, Әзербайжан халқының арасында да үлкен резонанс тудырғаны жайлы айтып кеткен жөн. Алтын адаммен бірге қазақтың зергер шеберлерінің заттары, басқа да орта ғасырлық заттардың көшірмесі немесе түпнұсқасы келіп отыр. Бұндағы мақсатымыз біздің сонау сақ заманынан қазіргі заманға дейінгі тарихи және мәдени сабақтастықты көрсетіп. Отандық экспозиция барған кезекті мемлекет Қытай. Сиянь қаласындағы Шэньси тарих музейінде өткен көрмеде Тақсай ханшайымы қойылды. Батыс Қазақстан облысында Теректі ауданында Тақсай бір кешенінен Ақсүйек Сармат әйелінің қабірі табылған болатын. Әрине бұл дүние археология ғылымында баға жетпес зерттеулердің нәтижесі болатын. Және де бұған 2012 жылы тарих ғылымдары докторы Сыздықовтың жетекшілігімен, басшылығымен зерттелген, осындай нәтижеге жеткізген болатын. Көрме экспозициясының қатарында Тақ ханшайымынан бөлек Есік қорғанынан табылған көне жәдігерлер, 15 ғасырда Сайрам қалашығында пайдаланылған зергерлік бұйымдар, біздің заманымызға дейінгі 7 ғасырдағы Орта Азия қорғандарының заттары және 19 ғасырдағы күміс бұйымдар бар. Бүгінгі көрмені біз өткізген басқа шаралармен салыстыратын болсақ, көлемі бойынша таңғалатын ештеңе жоқ. Себебі әдетте 100-200 бұйым ұсынылады. Бірақ бұл көрменің ерекшелігі оның ауқымында емес. Басты ерекшелігі көрмеде бұйымдардың түп нұсқалары қойылғандығында.
Әлем музейлеріне жасалып жатқан шеру арқасында Қазақстанның бас символына айналған алтын адам жайлы барша Орта Азия, Қиыр Шығыс пен Еуропа білді. Кезекті сапар көне экспонатты Балтық теңізінің жағалауына алып келді. Қазақстан Республикасының ұлттық музейі Польшада өткізген көрмесі Орта Азия елдерімен ынтымақтастықты дамыту аясында бірігіп жасап отырған алғашқы жоба. Осындай деңгейдегі танымал мемлекеттік ұлттық музей өз коллекциясын Гданьск қаласына келгеніне қатты қуаныштымыз. Қазақ халқының мәдениеті мен тарихы туралы сыр шертетін бұл экспозиция поляктар үшін пайдалы болатын сөзсіз. Біз үшін бұның барлығы өте қызықты. Себебі сақтардың тарихы сарматтармен тығыз байланысты. Ал сарматтар поляктардың ата-бабалары есептеледі. Қазақстандық делегацияны Гданьск қаласының тарихи музейінде күтіп алды. 2018 жылдың қазан айында көрменің ашылу салтанаты өтті. Күтілгендей алтын адам поляк қоғамының қызығушылық нысанына айналды. Сонымен қоса Зейнолла Самашев жетекшілік еткен экспедиция барысында табылған сармат көсемі де келушілердің назарынан тыс қалмады. Батыс Қазақстан аумағын мекендеген тайпалар бірінші ғасырдың басында батыс жаққа қарай қозғала бастайды. Оны біз Геродоттың еңбектері ежелгі жазба деректер арқылы білеміз. Біздің дәуірімізге дейінгі бірінші ғасырда орталық Еуропа аумағына қоныс аударады. Солайша гот, ғұндар мен кельттер сынды елдердің этникалық құрамының ажырамас бір бөлігіне айнала бастайды. Сол себептен біздің тарихымыз қатты ұқсайды. Орталық Еуропа тарихы және ежелгі тарихтың мәселелерін зерттеумен айналысатын ғалымдар осы көрмеге ерекше назар аударатынына сенімдімін. Өткен жыл жасалған шерудің соңғы нүктесі Оңтүстік Кореяның астанасы Сеул болды. Халықаралық жобаның арқасында алтын адамның даңқы кеңінен тарап кетті. Сол себептен Сеулге келгенде экспонат бірден көпшіліктің таңданыс нысанына айналды. Осы жолы Корея елі серіктес ретінде маңызды рөл атқарды. Қазақстанның Кореямен қарым-қатынасы сәтті дамып келе жатыр. Көптеген кәрістер Golden Man брендіне қызығушылық танытуда. Мен басқа елдерден келген әріптестерімнің ұсынысы бойынша көрмеге келдім. Келешекте Қазақстаннан келген көрмелер Кореяда жиі өткізіліп, ал Қазақстанда Корея мәдениетімен таныстыратын шаралар көп болады деп үміттенемін. Осылайша ынтымақтастығымыз арта түсетініне сенімдімін. Кореяның ұлттық музейінде қабылдаушы елдің бастамасы бойынша бірден ұлы дала мұрасы, зергерлік өнердің жауһарлары және Қазақстан алтын адамның бесігі атты екі экспозиция келді. Жалпы санағанда екі көрмеге 458 бірегей музей экспонаттары қойылды. Бүгінгі шараның басты ерекшелігі біз екі көрмені әкеліп отырмыз. Бұл Қазақстанның мәдени мұрасына арналған мамандандырылған көрме болып табылады. Бұл шара толықтай Корея елінің тарапынан қаржыландырылды. Өздері солай болсын деп ынта білдірді. Көрмені толықтай басынан аяғына дейін ұйымдастыруды Қазақстан мойындарына алды. Осымен алтын адамның әлем бойынша шеру аяқталмайды. Астанада өткен қорытынды баспасөз конференциясында өткізілген 6 көрменің барысында дайындалған каталогтар мен материалдары ұсынылды. Сондай-ақ 2019 жылы баратын елдер тізімі жарияланды. Ұлы жәдігерді қабылдайтын елдердің қатарында Өзбекстан және Ресейдегі Казань Кремлі бар. В этом году сейчас мы прорабатываем вопросы с Испанией. Испания, Малайзия, Грузия, Өзбекстан және Түркия елдерімен байланыстамыз. Анкараға да апаруға тырысамыз, себебі ол жақта түркі тілдес бауырларымыз бар. Оларда көрмені көруге қызығушылық танытып жатыр. Бізде ортақ көп нәрсе бар. Түріктер өздерін түркі тілдес, Алтайдан, Оғыздардан шыққандарына кәміл сенеді. Сондықтан бұл біз үшін өте қызықты тәжірибе болмақ. Кезекті көрмеден қайтқанда болған мемлекетпен тығыз байланыс пайда болғанын сеземіз. Польша болсын, Әзірбайжан сияқты түркі тілдес мемлекеттер болсын. Әзірбайжан халқымен тіпті тамырларымыз бір. Беларусь, Ресей, Корея, Қытай барлық жерде ұқсастық, ортақ нәрселерді табуға болады. Алтын адамның шеруі мәдениеттер мен халықтарды жақындастырады. Бұл шеру жалғасын табатыны сөзсіз. Өткен жылы ұйымдастырылған әрбір көрме еліміз үшін үлкен жарнама болғаны анық. Мәдени брендті қалыптастырып, әлемдік аренадағы танымалдылыққа апаратын ауқымды жоба. Сонымен қоса өткізілген шаралар алтын адамның зерттеулерін жалғастыруға және тарихты толықтырып, көшпелі өркениеттің жаңа байланыстарын орнатуға ықпал ететін бірегей алаң.